Мы 3-4 раза богаче, чем даже Россия. Вы представляете, на душу населения мы 3-4 раза богаче России. Кім тапсырыс берді деп ойлайсыз өлтіруге болса? Тапсырыс беретін екі-ақ кісі сол. Нұрсұлтан Назарбаев және де Рахат Алиев. Біреуі әлі тірі, сондықтан жаңағы қылмыстық істі қозғауға болады деп есептеймін. И то айтпайды ғой, барып атып тастаңдар. Жоқ. Айтқан сөзі, он мешает, он не устраивает. Сондай мәселе. Ол кісі кім? Ол кісі бұрынғы президент. Халықтың елдің ниетін, пиғылын, құрметін, қошеметін көз тірісінде де көрді. Қазаға ұшырағаннан кейін де көріп келе жатыр. Зәкеңнің қайраткерлігі, тәуелсіз Қазақстанның іргетасын қаласқан, Алматыны қазақтандырған, көркейткен еңбегі, ол халықтың жүрегінде көз алдында. Оны ешкім тартып та ала алмайды, иемденіп кете алмайды. Әкім болсын, министр болсын, басқа қызметте болсын, Зәкен қашанда халқы үшін қызмет етті. Жеке басына қызмет еткен жоқ. Байлыққа ұмтылған жоқ. Дәулетке тасып шалқыған жоқ. Бәрін халқына арнады, қазағына арнады. Сондықтан да ол кісі құрметті. Ешкім бұл кісінің есімін өшіре алмайды. Осы Алматыда бұл кісіге үлкен көше беріп, бұл кісінің мүшенесін сол көшеде орнату керек. Зәкеңе зұлымдар, жауыздар қастандық жасады. Өлтірді, өмірін қиды. Онымен қоймай өзіне жала жапты. Өзін өзі үш рет атып өлтірді деді. Бұл барша алаш азаматтарының намысына тиетін сөз. Соған әлі күнге дейін көніп отырмыз. Дәл солай болғандай бас шұлғып отырмыз. Ара тұра біраз азаматтар олай емес деп айғайлаймыз. Қарсыласамыз. Бірақ дүйім жұрт, бүткіл мұқым қазақ неге көтерілмейді? Көрсе оқыр емес біз. Не айтып тұрсыңдар, тоқтатыңдар бұны деп. Рас, мен кезінде анау министр болған Мұхамеджановқа көзінше айттым. Мұнда бөкең тұр Болат Әбілов. Ақтауға барған кезде. Сен ол жалаңды, өтіріңді тоқтат. Бұның дұрыс емес деген сөзді. Кеткен президенттің туған інісіне көзінше айттым. Ағаңа дұғай сәлем айтып бар. Зәкеңе жапқан жаласын өзі арышсын. Қылмыстық іс қозғасын. Қаскөйлер, жауыздар жазаласын. Ал егер олай істемесе, сол қылмыстың иесі өзі болып шығады деп. Одан да қозғалыс жоқ. Осыдан 10 жыл бұрын Зәкең 70 жылдығында ас берілген кезде 40-тан астам адамдар қол қойып, бас прокурорға хат жаздық. Ол қол қойғанның ішінде саясаттың дарабозы Серікболсын Әбділдин ағамыз бар. Ұлы Мұхтар Әуезовтің ұлы жаңған осында сөзін айтқан Мұхтар ағамыз бар. Ғапбас Қабышев бар, Иран Ғайып бар, толып жатқан зиялы қауым бар, саясатта жүрген азаматтар бар. Ол хатқа бас прокурордың қайтарған жауабы: сіздердің ешқайсыларыңыз соттық процеске қатысушы емессіздер. Не жәбірленуші тараптың өкілі емессіздер. Сондықтан бұл шағымдарыңыз қабылданбайды деген жауап жіберді. Ол жауабы мұнда, хат осында. Бұл хат әлі хатта көрсетілген талап күшін жойған жоқ. Біз сол талапты қайталап айтамыз. Зәкеңе жапқан жалақ алынсын, іс қайтадан қозғалсын. Тек қана бір кісі айтып жатыр, Рахат Алиев, басқа кісілер жоқ. Рахат Алиев, басқа кім даже үлкен бастық болмаса да, барыбір ол ойлайды. А ертең үлкен кісі не айтады? Мен оны алдында қалай жауап беремін? Барыбір шындық шығады ғой. Сондықтан сондай поручение айтатын тек қана бір кісі. И то айтпайды ғой, барып атып тастаңдар. Жоқ. Айтқан сөзі, он мешает, он не устраивает. Сондай мәселе. Ол кісі кім? Ол кісі бұрынғы президент. Менің ойымша бұрынғы президент. Басқа адам сондай тапсырма беретін жоқ. Ешкімде рух жетпейді. Дух не хватит. Дух. Бары бұл Зәке үлкен адам, үлкен кісі, халық танитын, білетін, сыйлайтын. Ал Алтынбек бауырым, ол да үлкен, мықты, күшті күресетін азамат. Демек сіз Назарбаев деп ойлайсыз ба? Сол кісі көрді, қорқты. Қазір емес, 3-4-5 жылдан кейін барыбір Заманбек ағамыз, Алтынбек ағамыз шығып, президентский сайлауға қатысып, билікке күреседі. Сіздің ойыңызша кім тапсырыс берді деп ойлайсыз өлтіруге болса? Тапсырыс беретін екі-ақ кісі сол. Нұрсұлтан Назарбаев және де Рахат Алиев. Біреуі әлі тірі, сондықтан қылмыстық істі қозғауға болады деп есептеймін.